Bir minut vaqtlaringizni alam do'stlar. Kunni 4-5 video istemiyak, bir 2-3 video istep, 5-6da bir жаңалық шығарсам 4-5 минуттық бар жаңалық болады ішінде. Соған қалай қарайсыздар? Болатын болса, комментарийға болады деп жазыңыздар. Әр күні сағат 4-5-терде 4-5 минуттық жаңалықтар шығады. Баршаға ассалаумағалейкум достар. Сіздермен спорт жаңалықтары видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Оқтай атылып тұрған нокаутшы Жәнібектің айқасқа шақырды. Промоутер Эдди Хейрон аммо оқ дәрі дегенді білдіреді. Лақап атты америкалық Астин Уильямс қарсылас болатын боксшылар арасында орта салмақта IBF және WBO чемпионы Жәнібек Әлемханұлында атады деп хабарлайды. 2025 жылы 15 наурызда америкалық боксшы канадалық Патрис Валинмен өте ауыр жекпе-жек өткізді. Соққының астында қалғанымен ол жекпе-жекті бақылаудан сақтап, ақыры төрешілердің шешімімен жеңіске жетті. Осы айқастан кейін Уильямс орта дивизион чемпиондарын жекпе-жекке шақырды. Алайда сарапшылардың бұған қатысты болжамы мәз емес. Остин менің жеке жобам, сондықтан оның биікке жеткенін қалаймын. Ол биыл орта салмақта чемпиондық айқасқа шығуға мүмкіндігін алады деп сенемін. Жеңіске жете ала ма? Ол үшін әрине мықтырақ болу керек. Ал мен Уильямс әлемдік деңгейде боксшы деп есептеймін. Алайда ол Лара Адамес немесе Жәнібектің жеңгісі келсе, оған өсе түсу қажет деп Хейрсон сөзін. Сіздермен спорт жаңалықтары болды достар. 5 сәуір отандасымыз Жәнібек Әлемханұлы мен франциялық Ануэль Негамесінің ортасында жекпе-жек болады достар. Онда бірге көріңіздер. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады достар.